Сайрам ауданына қарасты Қарабұлақ ауылдық округіндегі ең үлкен мектептердің бірі саналатын нөмірі 42-ші Фурқат атындағы жалпы білім беретін мектебіне жаңа директор тағайындалды. Яғни аудандық білім бөлімінің басшысы Бауыржан Ахметовтың бұйрығына сәйкес, Сайдалиев Махамаджан Адилжанович 2025 жылдың 26 маусымнан бастап мектеп директоры лауазымына кірісті. Жаңа басшы алғашқы еңбек жолын 2008-2011 жылдары жергілікті жердегі нөмірі 48-ші техникалық мектеп лицейінде информатика пәнінің мұғалімі ретінде бастаған. Ал 2011 жылдан бері нақ осы тағайындауға дейін Қарабұлақ ауылындағы Далабазар жалпы білім беретін мектебінде информатика пәнінің мұғалімі, бейінді істер бойынша директор орынбасары қызметтерін абыройлы атқарып келді. Ендігі жерде нөмірі 42-ші Фурқат атындағы жалпы білім беретін мектебінің басшысы ретінде жұмыс жасауға кіріскен іскер азамат Махамаджан Сейдалиев алдағы жоспарларымен бөлісті. Тарихы 1958 жылдан бастау алатын ауыл мектебінде бүгінде 1,5 мыңнан астам оқушы білім алып жатса, жаңа басшы мектептің материалдық техникалық базасын нығайтуға басымдық бере отырып, білім мекемесін жөндеуден өткізуге күш салмақ. Жұмысты бастап кетті, Құдай қаласа жұмысты. Номер 42 Фурқат мектебіне 1530 оқушы, 300-ге жуық қызметкер, 230-ға жуық мұғалімдер, педагогтар, 70-ге жуық техработиктер бәрі жұмыс атқарады. Биылғы оқушыларымыз 11 сынып бітірушілері 90 оқушыны құрайды. 90 оқушыдан 30 оқушымыз ұбт тапсырып жоғары оқу орындарына түсуге ниет білдірген. 30 оқушымыздың қазіргі таңда бір 20-сы ұбт тапсырып бітті. Алдағы уақытта тағы ұбт аяқталуына 3 күндей уақыт бар. Қалған оқушыларымыз ұбт тапсырады. Тапсырған 20 оқушымыздан қазір таңда 15 оқушымыз проходной шекті балдардан өтіп, жақсы өздерінің нәтижесін көрсетіп отыр. Осы күнге дейін тапсырған оқушылардың ішінен бір 12-15 шақтысы мемлекеттік грант конкурсына қатысып, мемлекеттік грант иегері болуға ниеті бар. Енді алдағы мақсаттарымыз биылдыққа 11 сыныптардан 5 оқушымыз алтын белгі иегері атанды, 8 оқушымыз үздік аттестат иегері атанды. Алдағы уақытта мектептің білім сапасын көтеру, алтын белгі үздік аттестат алып жатқан грант иегерлерін көбейту, тағы да жылдан жылға жақсы нәтижеге жетеміз деген ниетпен келіп отырмыз. Білім сапасын арттыруға, тәртіп тәрбиеге басымдық береміз, Құдай қаласа. Ұжымға алғыс айтамыз. Сайрам аудандық білім бөліміне рахмет. Түркістан облысы білім басқармасының конкурс комиссиясындағылар адал өздерінің несімен дауысқа салып жақсы не білдірді. Барлықтарына алғыс айтам. Бұрында басқа мектепте істегенмен араласып бір ұжым болып, бір коллегия болып талай жұмыстар жүргізгенбіз. ұбт саласында, спорт саласында, білім саласында, әртүрлі салаларда бірлесіп жұмыстар атқарғанбыз. Жөндеу жұмыстары бойынша бөлетін болсақ, биыл ақпан айында бұл қатты отынмен жылыту болған, газбен жылытуға өткізілген. Сон толық аяқтау. Одан бөлек мектептің сыртқы қабырғасы, спорт алаңдарын күрделі жөндеуге қою, соларға сұраныспен ауданға, облысқа шығып, солар жұмыстар жүргізу. Мектептің материал техникалық базасына келетін болсақ, қазір таңда компьютерлер, интерактив доскалар, солар беріліп неғып жатыр, соларға ықпал жасап, сондайлармен қамтамасыз етіп, оқушыларға мүмкіндікті жаратып беру. Қазір таңда жасанды интеллект ең дамып кеткен заман. Жасанды интеллект бойынша оқушыларға робототехника кабинеттері, STEAM кабинеттерін осы мектепке алып келуге әрекет жасау. Ауданға шығып, облысқа шығып, сұраныс жасап, алып келуге ықпал жасаймыз, Құдай қаласа. Білім саласында да, спорт саласында да, әртүрлі үйірмелер саласында да жақсы жетістіктері бар екен. Алдағы уақытта одан да көп жетістіктерге жетуге әрекет жасаймыз, Құдай қаласа. Мұғалімдердің барлығын жаңа курстар, онлайн курстар, офлайн курстарға көптеп жіберу. Курсқа бару үшін мұғалімдер оқушыларын әртүрлі олимпиадалар, байқауларға апарып, жетістіктерге жету. Сол кезде мұғалім өзі аттестациядан өту несін жақсы көтере алады. Жаңа оқу жылына дайындықтарымыз қазіргі таңда ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталуға таяп қалды, аяқталады жақын күнде. Құдай қаласа мектебіміз 2025-2026 оқу жылына толықтай дайын деп айта аламыз.